Әлемде талай қызық бар атты танымдық сағатта бүгін бір емес бірнеше қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Ендеше құлақ түріп тыңдаңыздар. Батыс Африкалық матами тайпасы футболда адамның бас сүйегімен ойнағанды жақсы көреді. Шимпанзелер төбелестен кейін әр уақытта ымыра ретінде бір-бірлерінің еріндерін сүйіп тұрады. Адам басының орташа салмағы 3,16 келіні құрайды. Бір қыл шаш 3 келі салмақты көтеріп тұра алады. Европалықтар керікті алғаш көргенде түйе леопард деп атапты. Түйе мен леопардтың будандасу деп ойлап қалса керек. Керіктің босанған уақытында баласы 1,5 метр биіктіктен құлайды. Акулаларда ракқа қарсы иммунитет сақталған екен. Су сиырлары, яғни бегемот, су астында туылады. Көртышқан бір түнде ұзындығы 76 метрге жуық туннель қазып шыға алады. Ұлуларда шамамен 25 мың тіс бар. Балдың бір келісін жасауға аралар 2 миллион гүлді аралап шығуы тиіс. Піл мен адамдар баспен тұра алатын жалғыз сүт қоректілер. Қолтырауындар терең сүңгу үшін іштеріне тас жұтып алады. Бір адамның денесінде өмір сүріп жатқан ағзалар жер бетіндегі адамдардың санынан көп.